Сәлем достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ашығудың 5-ші күні. Мен өзімді жақсы сезініп тұрмын. Энергиям асып тасып жатыр. Прям күшті көп кетті демеймін. Дегенмен жақсы, бұрынғыдай емес. Бұрын тамақ ішсем жатып ұйықтап жата қалғым келіп тұратын, қазір ондай емес. Бірдеңе болса да жасап тастайын, ананы істейін, уже энергия басқаша. Сосын рухани да таза жатқан сияқтымын. Бірақ бүйректерім ауыр жүр. Не екенін білмеймін. Қаралу керек сияқты бүйректерім ауыр жүр, или көп су ішкеннен ба. А так қарным кейде құр етіп дауыс шығарады. Одан басқасы бәрі күшті болып жатыр. Так, 5 күнде 6 килограмм арықтадым. Сонда күніне 1 килограммнан арықтап жатырмын ғой. Бір сөзбен айтқан кезде барлық артық майларды ішіндегінің бәрі өзі кетіп жатыр. Сүйектерім шыға бастады, мына жақтарым, қолдарым сүйектері. Оказывается, менде сүйек бар екен десең. Кішкене мынандай подбородок, мына жерім әлі кетпей жатыр. Маған, по-моему, бұл кетпейді. Арық болса да ше, бұны не істеу керек? Андай массаж жасау керек деп ойлаймын өзім. Өйткені білмеймін, бүйтіп тұрады. Жаман бұл. Мына жерге массаж жасау керек, фейс-фитнес жасау керек. Бірақ әзір жаттығу жасағанға желание жоқ ше. Негізі қосу керек қой, маған бәрі бүйтіп салбырап қалмас үшін ше. Кішкене енді 10 күндікке ашқам деп ойлап тұрмын ғой. Одан может көбірек жасайтын болсам, жаттығу міндетті түрде қосу керек. Және коллаген қосу керек. Белок қосу керек, себебі салбырамайтындай, арықтайтындай. Енді мен салмағым прям 100 бірдеңе емес қой. Тері салбырамау керек. Сол үшін әзірге мен 10 күнге деп тұрмын. Егер жағдайым жақсы болып жатсам, содан кейін тағы да қайталаймын. Ашығудан шығу өте маңызды. Себебі адамдар кейбіреулер мысалы сөйтіп арықтайды да 10 күнде 10 килограмм арықтап, содан кейін қайтадан жиналады. Мен солардың қатарынан болғым келмейді. Сол үшін ашығудан шығу өте маңызды. Ол үшін мен тағы да осылай 1 ай бойы дұрыс тамақтанып, сорпа ішіп, сөйтіп аз-аздан тамақтануым керек. Так, мен бірден ашығуға кіріп кеттім, дайындықсыз. Себебі ашығудан шығу және кіру өте маңызды деп жаңа айттым ғой. Ашуға кіретін кезде міндетті түрде аз тамақтанып, ағзаны дайындау керек. Мен олай дайындамадым. Егер мен олай дайындасам, мен өмір ашуға кірмейтін едім. Өмірімде ашуға кірмейтін едім, себебі мен бір тамақ жедім ба, болды, тоқтамай жей беремін. Білмеймін, мен сондай адаммын енді. Болады ғой, білмеймін, нәпсісін ұстай алмайды, бір аузыма араның ашылып кетсе жей беретін адаммын да. Сондай, сол үшін өзімді білемін, әркім өзінің организмін біледі. Сол үшін кімге қандай жол тиімді, солай арықтау керек. Мүмкін біреуге жүрген ұнайды, біреуге кешкі 6-тан кейін тамақ жемеуге ұнайды. Солай ыңғайлы мысалы ше. Өйткені әркімнің графиктері әртүрлі ғой. Біреу жаңағы сменмен жұмыс жасайды деген сияқты. Сіз өзіңізге ыңғайлы тәсілді тауып алу керексіз. Маған ыңғайлы тәсіл осы болды. Осылай мен арықтамасам, басқалай мен арықтай алмайтынымды білдім. Сол үшін ашығуға дайындықсыз кірдім. Бірақ ашығудан шығатын кезде міндетті түрде мен 1 аптадай сорпа ішіп, сосын барып кішкене тамақ ішуге тырысамын. Өйткені ашығудан шыққан кезде өте маңызды болып саналады. Бірден сразу көп тамақ жесең, сол 10 күнде арылған 10 килограмм салмағынан сразу 5 килограмм қайтып келеді. Одан да даже көп жинап алу мүмкін. Өйткені организм стрессте ғой, енді ойлаңыз, күніне 1 килограмм арықтау деген. 2 килограмм дегеніміз ол кәдімгі мынандай май ғой, білесіздер, андай суретті көрген шығарсыздар. 2 килограмм, я всего лишь похудела на 2 килограмма дейді. Бүйтіп 2 килограмм майды көрсем, мынандай кәдімгі да, сондай ойлаңыз, күніне біз сондайдың жарты майын бүйтіп лақтырып жатырмыз да. Енді ол организм біз тамақ жейтін болса, ол сразу бір виноградтың өзін майға айналдырып қоятын болады. Біз енді Алла тағала шебер қылып жаратқан ғой. Сондықтан организм просто так беріле салмайды. Қазір 10 күнде 10 килограмм арықтадым, бірақ сен егер дұрыс тамақтанбасаң, ары қаратай сол 10 килограмм 20 килограмм болып қайтып келеді ғой. Сондықтан ашығуға кіргеннен кейін міндетті түрде дұрыс тамақтану керек. Онсыз никак. Калорияны азайтпаса адам арықтамайды. Жаңағы ой, мен таңертең тұрып, жаңағы көп 10 шар жасадым, көп қимылдаймын, бірдеңе деген бәрі өтірік далбаса. Бірінші маңыздысы дұрыс тамақтану, дұрыс ұйқы болмаса да арықтай алмайды адам. Содан кейін жаңағы қимыл, су, осы 4-еу өте маңызды. Сосын стрессті азайту керек. Егер стресс азаймаса, адам жей береді, тола береді. Гормондар дұрыс болмайды. Сол, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мен каналыма жазылып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Арғатай да өзімнің ашудан шығып жатқанымды, ашудан қалай шыққанымды, енді қанша килограмм жоғалтқанымды жазып салып отырамын. Чау. 28 қараша, салмақ 81-де 700.